айттым ғой, мынау өкінішті деп айттым, 60 жылға жуық бұл кісілердің осы мұрасынан халқымыз қол үзіп келді деп. Бірақ сол 60 жыл ішінде бұл Міржақып Дулатов өзі мына Ұлы Октябрь революциясына дейін кітабы шығу бақытына ие болған санаулы адамдардың бірі ғой. Сол арқылы ескіше хат танитындар бұл кісілерді біліп келді. Егер халық арасында, жастардың арасына егер Міржақып Дулатовтардың есімдері аталып қалатын болса, сол білетін адамдардың айтуымен жетті. Мынандай жариялыққа жеткенге дейін. Осындай Міржақып Дулатов шығармаларының өзіне қасиет тұтып, оны осылай жаттап өскен, кейінгі жастарға айтумен келе жатқан ұстаз, мынау Қазпидің доценті Молдабай аға. Енді өзіңіз жалғастырсаңыз осы реттегі әңгімені. Мен Міржақып туралы өзімнің есте қалған әңгімемді айтудың алдында айдада жүріп қорлық көрген, азап шеккен Дүйсенбек Ермектің Міржақып туралы бір өлеңін айтқым келеді. Міржақып өрен жүйрік топтан озған, құлашын кеңге жайған, айға созған, әсерлі әрбір сөзі мағыналы, бетіңе лептегендей шоқты ғоздан, ерлерін еске алғанда кім егілмес, өмірі кешіп өткен қанды майдан. Қазақтың дәл осындай дүлдүлі көп, өң саңдақ жиылғандай шаңқан боздан дейді. Осында Міржақыптың қандай орын алатыны көрініп тұр. Сонсын бір есімде қалғаны, мен де 15 жылдай жүріп келдім ана жақта. Сондағы маған тапқан, жапқан жаласының бірі Бақытсыз Жамал деген Міржақыптың романынан өлең оқыпсың деп сонымен айыптады. Әрине ол Бақытсыз Жамал осы күні мойындалып жүр. Қазақша жазылған алғашқы роман екен. Мұнда малға сатылған қыздың зары айтылады. Бірақ ұстап алғасынан яқта ол сенің неңді ақталу жоқ, бәрібір деп қарай береді. Міне сол Бақытсыз Жамалды мен рас жаттап алдым деуге де болатын еді. Әрине әдейі жаттағаным жоқ. Жұрт Бақытсыз Жамалыңды оқыш, Бақытсыз Жамалыңды оқыш деп менің бала күннен бастап қайта оқыта бергесін есімде қалған еді. Енді бір айтарым, сол әлгі айдауда жүргенде қазақтың Төлеген деген бір шалы, сауатсыз, маған қайта қарап келе береді. Бала, сен жассың ғой, елге қайтарсың, мен сірә көп болмаспын, бірақ есімде қалған бір нәрсе бар еді, саған айтайын, елге барсаң жұртқа жеткіз деп. Ол 16 жылы Пүрием деп айтады, қара жұмысқа Қазақтан кісі алып, соғыстың кезі ғой, көп қаздырып, анау ол кездегі Петроград, қазір Ленинград қой, соның ар жағындағы Псков төңірегінде болдық дейді. Февраль революциясынан кейін патша құлағасын, оларды елге қайрат. Елге бару үшін Петроградқа келіп, енді бір ауыз орысша білмейміз. Кассиге барамыз да қағамыз терезесін, ар жақтан ашып бір нәрсе дейді, біз дүркіреп келіп қашамыз. Сөйтіп жүргенде бір адам, қазақтар тұра тұрыңдар деді. Жалт қарасақ, орысша киінген, басында қалпақ, үстінде макинтош бір адам екен. Отырыңдар қазақтар. Я, елге қайтасыңдар ма? Ал енді елге қайтсаңдар, ақшаларың бар ма? Кім қайраға барады деп қалтасына кенешкісін алып, бәріміздің аты жөнімізді, баратын жерімізді жазып алып, ақшасын алып, бәрімізге билет әкеліп берді. Қуандық, сосын оңаша шығып, ойпырмай, мына кісі қаланың адамы,
Қаланың адамына ақша керек қой деп өзара кеңесіп бір 100 сом жинап алып бір пысықтау біреуімізге мынаны ана кісіге бер деп бергіздік дейді. О кісі 100 сомды алып қолына ұстап тұрды да, бұларың пара ғой, біз пара алмайтын адамдармыз. Осында жиылып Алаштың бас көтергендері енді қазақтар қайтады. Соларға жол көрсету керек, билет алып беру керек деп, әркімді әр қалаларға бөліп, менің еншіме осы Петроград дейіп еді. Мен Міржақып Дулатов деген кісімін. Біз пара алмаймыз, параны ауылдағы болыстарыңызға беріңіздер деп, әлгі 100 сомды қайырып берді дейді. Сол 100 сом деген сол уақытта қазақ ауылында қой 1 сомға жетпейді. Демек қойдың 100 қойдың бағасы ғой. Соны алмағасын біз өзара айпырмай, алтынды көрсе періште жолдан таят дейтін еді. Мына кісі алтынды алмады ғой, періштені де таза адам екен деп сөйлестік дейдім. Екінші бір айтарым, әлгі Бақытты Жамалдың романына беташар деп жүрміз ғой, алғы сөз жазғанда Міржақып былай дейді: Міржақып аласаның аласасы, төмендердің аласасы, сөзімнің бар ма жоқ па тамашасы, жылтырап тесік моншақ жерде қалмас, қазақша бір роман жаза салшы дейді. Осы аласа деген сөзге. Мынау араптан бір сыпыра үйрендік қой. Араптар үлкен адамдарға сөз қатқанда тақсыр деп қатады. А ол тақсыр деген сөзді қазақша аударсақ аласа деген сөз екен. Аласа дегенді былай мағына жағынан алып қарасақ кішіпейілді. Сонда менің кішіпейілдім дейді. Ал енді орысшалған уақытта менің қожам дейді ғой, господин. Анау более дұрысырақ деп ұғам мен. Енді сол мына жастарға үлгі болсын, кішіпейілді бол деп. Қазақтың өзінде айтады ғой, кісі болсаң кіші бол деп. Солай кішілік тәрбие беруіміз керек қой жұртқа деп ойлаймын. Қазір енді осындай үлкен адамдарымызды, кемеңгер, данышпан адамдарымызды еске алып жатырмыз. Ол дұрыс, жақсы кітаптары шығып жатыр. Бірақ әңгіме біздерге, мына біздің ұрпақ, кейінгі ұрпақтарға солардың істеймін деп талпынып, істей алмай кеткен істерін істеу біздің міндетіміз ғой деп ойлаймын. Әсіресе мынау қазақ тілі, қазақ әдебиеті, қазақ халқына көмек көрсету, жақсылық істеу деп ұғамын. Міржақып кезінде оян қазақ, тұр қазақ дейтін өлеңдер жазды. Ал сол қазағымыз әлі оянып болды ма? Оянғанда кеуде жағы оянып, бөксе жағы көтерілмей жатыр ғой әлі деп ұғамын. Осы ұлтшыл деген мәселе көп. Тек бір нәрсе айтсаң, аяғың қия басылып кетсе, сен ұлтшыл, сен ұлтшылсың дейді. Сол ұлтшыл дегеннің бастығы Ахмет Байтұрсынов қой. Ахмет Байтұрсынов Потанин дейтін үлкен ғалым 80-ге келгенде соған арнап өлең жазып былай дейді: ардақты Свердло қарт Потанын, ер сүйсе сендей сүйсін ел отанын, қазақсың қалмақсың деп алалау жоқ, отанның тең көресін барша жанын дейді. Осы соңғы 2 жылда қазақсың қалмақсың деп алалау жоқ дегенде нағыз интернационализм осы емес.